Балалар, сендер ақылды қамқоршы жасуша мембранасының қызықты оқиғасын білесіңдер ме? Осы оқиғаны сендерге айтып берейін. Бір кездері тірі жасушаның микроскопиялық әлемінде қызықты оқиға болды. Күніге оттегі келеді де: «Сәлем мембрана, мен жасушаның ішіне кірейін, жасушаға дем беруге келдім» дейді. Сонда мембрана жылы жымиып: «Сәлем оттегі, досым, әрине кіре аласыз. Сенсіз жасуша өмір сүре алмайды. Бірақ күте тұр, мен алдымен бәрін тексеруім керек. Бұл менің ерекше жұмысым» дейді. Сол кезде глюкоза да келіп қалады. «Ал менше, мен де жасушаға энергия алып келемін, мені де өткізші» дейді. Мембрана: «Ей, сен үлкенсің глюкоза, кек арнайы есік арқылы тасымалдаушы ақуызбен өтесің». Сонда үлкен ақуыз қақпа ашылады. Кенет бір зиянды зат жақындап келіп: «Хе-хе-хе, мүмкін мен де жасырын жасушаның ішіне кіріп аламын» деп сыбырлайды. Мембрананың дауысы қатты шықты. «Ей зиянкес, дәл сол жерде тоқта, саған кіруге рұқсат жоқ. Мен бұл жасушаны қорғаймын, мен қорғаушымын» дейді. Сол кезде оттегі: «Міне, сондықтан сені бәрі жақсы көреді мембрана. Сен тек қабықша емессің, сен нағыз күзетшісің» дейді. Мембрана: «Иә, менің қызметім жасуша ішін қорғау, пайдалы заттарды өткізу, ал зияндысын тоқтату. Сондықтан мен ақылды шекарамын» дейді. Көрдіңдер ме балалар? Міне, мембрана жай қабықша емес. Ол жасушаның өмірін сақтайтын ерекше құрылым. Енді бүгін біз оның құрылысы, қасиеттері және қызметтері арасындағы байланысты зерттейміз.